Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар тату-тәтті ғұмыр кешкенмен, бір ғана армандар бар екен, балалы болу. Жылдар өтсе де ол арманы орындалмапты. Соған қарамастан олар бір-біріне демеу болып, тағдырға ренжімей өмір сүре береді. Бір жылы қыс ерекше суық әрі қарлы болыпты. Бір күні шал мен кемпір сыртқа шығып, аулада жатқан аппақ қарға қарап тұрып, «Шіркін, бір қызымыз болса ғой», деп күрсінеді кемпір. «Иә, қардан болса да бір бала жасап алсақ қой», дейді шал жымиып. Солай екеуі қардан кішкентай қыз жасапты. Ақ жүзді, қап-қара көзді, күміс күлкілі етіп бейнелепті. Қолдарын, шашын, тіпті кішкентай аяқтарында әдемлеп қойған екен. Кенеттен ғажайып жағдай болыпты. Қардан жасалған қыздың жүзіне жан бітіп, көзі жыпылықтап, ол тіріліп кетеді. «Ата, әже!» деп сыбырлайды қыз. Шал мен кемпір қуаныштан көздеріне жас алыпты. Олар қызды үйге кіргізіп, Ақшақар деп ат қояды. Ақшақар өте ақылды, сабырлы, инабатты болып өседі. Ол ешқашан жыламайды, бірақ қатты күлмейді де. Суықты жақсы көреді, ал ыстықтан тез шаршап қалады. Қыста ол ерекше бақытты болады екен. Қармен ойнап, терезеден түскен қырауды тамашалайды. Ал көктем келгенде Ақшақардың көңілі жабырқай бастайды. Күн жуынса ол көлеңкеге тығылып салқын жер іздейді. Шал мен кемпір мұны байқап, уайымдайды. «Қызым, саған бірдеңе болды ма?» дейді кемпір. «Жоқ әже, тек күннің жылуы мені әлсіретеді», деп жауап береді Ақшақар. Бір күні ауыл балалары от жағып секіріп ойнауды ұсынады. Ақшақар алғашында бас тартады, бірақ оларды ренжітпеу үшін келіседі. Ол оттың жанынан секіріп өтпек болған сәтте, кенеттен жеңіл ғана буға айналып, аспанға көтеріліп кетеді. «Қош болыңдар» деген нәзік дауысы ғана естіліпті. Шал мен кемпір ұзақ жылапты. Бірақ көктемгі аспаннан ақ бұлттарға қарап, қыздарының таза жан болып қалғанын сезеді. Содан бері әр қыс келгенде, қар жауған сәтте, адамдар «Ақшақар қыз бізге қайта оралды» деп айтады екен.